Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған Pupils Book кітабының 86-87 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз On my last birthday. Менің өткен туған күнім. Exercise number 21, 21 жаттығу. Read and complete, then listen and check. Бұл тапсырма бойынша біз мәтінді оқып, осы мәтінде көрсетілген суреттерді ағылшын тілінде жазып шығуымыз қажет. Мәтінді оқимыз. My birthday is 1/24 March. Менің туған күнім 24 наурыз. On my last birthday I had a big party. Соңғы туған күнімде үлкен той болды. My friends arrived at 4 o'clock. Менің достарым сағат 4-те келді. They gave me lots of presents and cards. Олар маған көптеген сыйлықтар мен карталар берді. We ate pizza and chips and drank cola. Біз пицца мен чипсы және кола іштік. Then my mom brought in my birthday cake. Содан кейін менің анам туған күніме торт әкелді. I blew out the candles and everyone sang happy birthday. Мен шамдарды сөндірдім және барлығы туған күніңмен деген ән айтты. Later, my dad played music and we all danced. Кейін әкем музыка ойнады және барлығымыз биледік. It was a great birthday. By Daisy. Бұл туған күн керемет болды. Daisy'ден. Exercise number 22, read and circle. Бұл тапсырма бойынша біз сөйлемдерді оқып, өзімізге қажетті сөзді таңдауымыз қажет. Мысалы, the present is for Damir. It's for him. Сыйлық Дамирге. It's for him, ол үшін. Бірінші сөйлем, Қанат gave me. I a card on my birthday. Me деген маған, I деген мен. Қанат маған туған күніме карточка сыйлады. Бұл жерде дұрыс жауап me, яғни маған. Екінші сөйлем, what are their names? I can't remember they or them. Олардың есімдері кім деп сұрайды. Мен оларды есіме түсіре алмай жатырмын дейді. Екінші сөйлемде them болады, яғни оларды. Үшінші сөйлем, you didn't help him or us with his homework. Бұл жерде him оған, us бізге. Яғни бұл жерде сен оған үй жұмысын орындауға көмектеспедің. Бұл жерде him болады. Төртінші, the cake is ready, bring it to the living room. Торт дайын, оны қонақ бөлмеге алып келіңіз. Бұл жерде дұрыс жауап it болады. Бесінші, it's Көркем's birthday. Let's wish him or her happy birthday. Көркемнің туған күні. Көркем бізде қыз болғандықтан оған her деп қолданылады. Let's wish her happy birthday. Оны туған күнімен құттықтаймыз. Келесі тапсырма, talk with your friends. Досыңмен бірге сөйлес. Then write about your last birthday. Сен өзіңнің өткен туған күнің туралы жаз дейді. Бұл жерде мысал берілген, my birthday is 1. Қай уақытта болғанын және on my last birthday мен өткен туған күнімде не істедім, соны жазу қажет. Exercise number 23, let's sing. Ендеше осы өлеңді бірге тыңдайық. Қосылып, ән шырқап отырайық. January, February, March and April, May, June, July and August, September, October, November, December, 12 months of the year. January, February, March and April, May, June, July and August, September, October, November, December, 12 months of the year. Exercise number 24, answer the questions, talk with your friend. Сұрақтарға жауап бер және де досыңмен сөйлес дейді. Бұл жерде 8 сұрақ берілген. Бірінші сұрақ, what month is it now? Қазір қай ай? Бізде қазір ақпан айы, February. Екінші сұрақ, what month is it next month? Келесі ай қай ай? Бізде келесі ай наурыз айы, March. Үшінші сұрақ, which month is your birthday in? Сенің туған күнің қай айда? Менің туған күнім мысалы қыркүйек айында, September. Төртінші сұрақ, what is your favorite month? Why? Сенің ең сүйікті айын қай ай? Және не үшін дейді. Мысалы, менің ең сүйікті айым март, наурыз айы. Бұл айда көптеген мейрамдар болады. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні болады.
March. 5. What months are holiday months? Демалыс айлары қай айлар? Маусым, шілде, тамыз. June, July, August. 6. сұрақ. What months are school months? Қай айлар мектеп айлары? Біз мектепте 9 ай оқимыз, яғни айлардың атын жазып шығамыз. September, қыркүйек, October, қазан, November, қараша, December, желтоқсан, January, қаңтар, February, ақпан, March, наурыз, April, сәуір, May, мамыр. 9 ай. 7. сұрақ. Which months are cold in your country? Сен еліңде, мемлекетіңде суық айлар қандай? Олар бізде December, January, February, желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары. 8. сұрақ. Which months are hot in your country? Сіздің еліңіздегі, мемлекетіңіздегі ыстық айлар қай айлар дейді. Бұл бізде June, July, August. Маусым, шілде, тамыз айлары.